қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен өте оңай жасалатын, сонымен қоса дәмді салат әзірлейтін боламыз. Бұл салатымыз бар болғаны 4 ингредиенттен ғана тұратын салат. Рецепт сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қажетті ингредиенттер: тауық еті, қайнатылған жұмыртқа, консервіленген шампиньондар, кукуруз және де майонез. Ең алдымен тауықтың етін алып, сүйектерден ажыратып, жақсылап жіңішке етіп турап шығамыз. Ыдысымызға саламыз. Енді жұмыртқамызды да дәл солай видеодағыдай тураймыз. Шампиньондарды да жіңішкелеп турап шығамыз. Турап алдым және де кішкене бөлігін салатымыздың бетін әрлеуге, әсемдеуге алып қалдым. Мінекей. Кукурузымызды саламыз және де ең соңында майонезді салып, жақсылап араластырамыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Осылай оп-оңай әзірлеуге болады. Жаңағы алып қалған шампиньондармен осылай әсемдедім. Сіздер қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Бірақ салаттың дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.